Сәлем достар, ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтарын бастайтын боламыз. Алдағы уақытта кітап оқып үйренуге дейінгі деңгейге жетуге көмектесетін сабақтармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін алфавиттен бастайық. Жалпы ағылшын алфавиті 26 әріптен тұрады. Оның 5-еуі дауысты, 21-і дауыссыз әріптер болып келеді. Егер де сіз алфавитті білетін болсаңыз, онда келесі сабақты қарай беруіңізге болады. Ал егер де өзіңізге сенімсіз болсаңыз, онда менімен бірге қайталаңыз. Бірінші әріп бұл бізде A әріпі. Астындағы жақшадағы сөзге назар аударыңыз. Бұл жердегі жақшадағы сөздің дұрыс айтылуын осы жерден қарап біле аласыздар. Транскрипция деп аталады ағылшын тілінде. Келесі әріп бізде B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Енді әріптер түсінікті болса, ендеше қайтадан басынан қайталап шығайық. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Оқырмандар, енді сіздер алфавитті білесіздер. Бірақ та қандай дәрежеде екенін қазір бірге тест арқылы тексерейік. Қазір экранға әріп шығады, сіздер қандай әріпті екенін дұрыс дыбыстап айтыңыздар. Кеттік ендеше. E, R, U. Оқырмандар, сіздер жарайсыздар деп айтқым келеді. Міне сіздер алфавит сабағын аяқтадыңыздар. Достар, ары қарай біз келесі сабақта әріптерді бір-бірімен қосқанда қандай дыбыстар шығатыны туралы толық ақпарат ала аламыз. Егер де бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар, чтобы сіздерге жаңа сабақ шыққанда көрініп тұру үшін. Және де подписация етуді ұмытпаңыз. Қолдаңыздар. Бай!